Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын өте тәмді испанский чизкектің рецептісімен бөлісемін. Алдымен құрғақ ыдысымызға творожный сыр саламыз. Бұл жерде ең маңыздысы біздің барлық қоспаларымыз бөлме температурасында болуы қажет. Творожный сырдың үстіне шекер салып, миксердің ең жай жылдамдығымен жақсылап бір араластырып аламыз. Және де бұл жерде бір ескеретін жайт, біздің массамызды ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды. Барынша тез-тез араластыруға тырысыңыздар. Творожный сыр мен шекерді жақсылап араластырып болғаннан соң лимон согын және де лимон шырынын және де жүгері крахмалын салып, тағы да миксердің ең жай жылдамдығымен бір араластырып аламыз. Массамызды жақсылап араластырып болғаннан соң жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны да осы видеода көрсетілгендей бөліп салуға тырысыңыздар. Барлық жұмыртқаны бірден салып жіберуге болмайды. Және де жұмыртқаны салу барысында миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырып отырамыз. Және де осы видеода көрсетілгендей лопаткамен астынан үстіне қарай осылай бір араластырып жібереміз. Келесі кезекте бөлме температурасында тұрған 33%-ық сливкимізді құйып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Және де тағы да бұл жерде бір ескертетін жайт, сливкиді құйғаннан соң да ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды. Егер миксерлеу барысы ұзақ болып кетсе, біздің чизкек дұрыс шықпай қалады. Сол себепті барынша тез-тез араластыруға тырысыңыздар. Осымен біздің массамыз дайын болды. Ендігі кезекте арнайы формамызға саламыз. Кальцонның сыртын осылай фольга қағазымен жақсылап орап аламыз. Және де қазір біздің чизкек ыстық печке кірген кезде пісу барысында біршама көтеріледі, ісінеді. Сол себепті форманың жандарына осындай пергамент қағазын қойып алыңыздар. Массамызды салып, қызып тұрған печкеде 200 градуста 50-55 минут аралығында пісіреміз. Пісіп шыққаннан соң осы күйінде бөлме температурасында 1 сағат суытамыз. Содан соң тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Содан соң ғана кесіп көрсеңіздер болады. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Өте дәмді болып шықты. Құрметті көрермендер, егер осы рецепттерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, осы видеоға лайк басып, астына өз пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің чизкек өте әдемі болып шықты. Дәмі де өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет.